рюкзактын артқы бөлүгүнө лямка менен ручканы ұстатамыз. Осындай қалың стропа немесе осы материалдың өзін қатайтып алып фрезермен осындай көлемде қиып алуыңызға болады. Қазір тігілу жолын көрсетемін. Ручкасы менен лямкасын тігетін боламыз. Ол үшін сумканың центрін тауып аламыз, белгілеп. Астына 1 сантиметр қалдырып, ручканы 20 сантиметр қысамыздар жарайды нәтижесіне. Және қасына лямканы қоямыз. Насылқан 1 сантиметр қысса жарайды. Сызып алсаңыздар да болады. Мен көз жүгімен тіге беремін. Және осының үстіне стропаны қоямыз. Немесе мотодан жасалған полоскаңызды қоясыз. Подсветка стропа таба алмасаңыз, ол ешқандай проблема емес. Ал енді тігіп бастаймыз. Мұқият қарап отырасыздар. Астын үстін тексеріп, бытовой машинкамен тігуге болады, бірақ кішкене қиындау болады, өйткені қалып. Міне стропаның бір жағын тігіп алдық. Осындай тігілу керек сіздерде де. Енді екінші жағын тігеміз. Стропаның артын қиып тастаймыз, бірге алып. Екі жағын. Сонымен сумканың арқасындағы лямкасы мен ручкасы бекітілді. Рюкзактың артқы бөлігінің астыңғы жағына лямканы ұзартып қысқартатын стропаны бекітетін боламыз. Неге бір жағын қондырдық, дәл осылай екінші жағын қондырамыз. Жақсылап заклеп береміз. Үн жағының, басын жағының. Рюкзактың почти артқы деталін болып алдық тігіп. Енді ұзартқыш стропаны өткіземіз. Регулятор деп аталады. Бұның басқа да түрлері болады. Осындай да түрлері болады. Бұны да пайдалануға болады, бірақ стропамен размері бірдей болуы керек. Алар кезде өлшеп аласыздар. Нәу жеріне қарап. Стропа да, регулятор да бір-біріне сәйкес болу керек. Енді мына бір үшін былай тігіп жібереміз. Алынып кетпеу үшін. Енді бізде толықтай артқы бөлікті бітірдік.